Бұйыл елорданың 20 жылдық мерейтойы. Осыған орай Жамбыл политехникалық колледжінде елдігімнің бейнесі елорда атты қойылым қойылды. Онда студенттер тұғыры биік тәуелсіздікке жету жолында еліміздің бастан кешірген оқиғаларын көрерменге ұсынды. Олар ел егемендігі үшін күрескен алаш қозғалысы көсемдерінің өмірінен үзінділер көрсетті. Атап айтар болсақ, Әлихан Бөкейхановтың күресі өмірлік жолы кісілік келбеті сахналанды. Одан кейін 86-дағы желтоқсан оқиғасында алаңға шыққан жастардың ерік жігері, олардың азаттық үшін күресі көрермен назарына ұсынылды. Ләззат Асанова жайлы оның әрқашанда намысқа беріліп, ешкімнен қорықпай, үнемі сөйлеп, қазақ елін алдыға тартқаны жайлы. Отанымыз туралы, тәуелсіздікке қол жеткізгеніміз туралы көрініс қойылды. Ол маған өте қатты ұнады. Өте әсерлі болды. Тіпті денеміздің түршігіп кетті. Маған өте ұнады. Қызықты әлі әсерлі болды. Бүгінгі келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Мәліметтерді Тараз TV.kz сайтынан көре аласыздар. Амандықта жүздесіңіздер.